ғұлама ғалым Әбу-Насыр әл-Фарабидің туғанына 1150 жыл. Әбу-Насыр әл-Фараби әлемге ортақ ғалым, ұлы ойшыл философ, социолог, логик, музыка зерттеушісі. Болашақ ұрпаққа қалдырған ғылыми мұрасы 160-қа жуық трактаттары біздің заманымызға жетті. Сұлтанмахмұт Торайғыров атындағы Павлодар облыстық кітапхананың қорында Әбу-Насыр әл-Фарабидің еңбектері, ол туралы ғалымдардың зерттеу еңбектері мен газет-журнал беттеріндегі мақалалар жинақталған. Атап айтсақ, мәдени мұра бағдарламасымен жарық көрген Әбу-Насыр әл-Фарабидің 10 томдық шығармалар жинағы, қазақ халқының философиялық мұрасы сериясы бойынша Фарабитану, әл-Фараби философиясы, әлем ойшылдары сериясы мен Әбу-Насыр әл-Фараби 7 томдық жинағы, Әбу-Насыр әл-Фараби таңдамалы трактаттары, қайырымды қала музыка туралы кітап, әлемдік философиялық мұра сериясы бойынша әл-Фараби мен Ибн Сина философиясы және тағы да басқа кітаптар бар. Сіздердің назарларыңызға Әбу-Насыр әл-Фараби шығыстың ғұлама ғалымы атты мерзімді басылымдар бойынша шолуды ұсынамыз. Қазақ ғылымындағы фарабитанудың негізі қаланып, оның дамып өркендеуі көрнекті ғалым Ақжан Машани есімімен тығыз байланысты. Ғұмырының жарты ғасырын әл-Фараби бабамызды зерттеумен шұғылданған ғалым Ақжан Жақсыбекұлы Машани 20-ға жуық кітап жазған. Олардың ішінде әл-Фараби және Абай, әл-Фараби және бүгінгі ғылым деген еңбектері бар. Фараби шәкірті журналы зерек жасөспірімдерге арналған республикалық басылым. Журнал ғылыммен шұғылданатын жастарға үлкен көмекші құрал. 2020 жылғы 3 нөмірінде ғалым Ақжан әл-Машанидің әл-Фараби және Абай кітабынан алынған үзінді берілген. Ақиқат ұлттық қоғамдық саяси журналдың 2020 жылғы 4 санында жазушы ғалым филология ғылымдарының кандидаты Жолтай Жұмат Әлмашұлының Әбу-Насыр және Абай атты мақалалары оқырмандарға жол тартқан. Автор мақалада екі ғұлама Әбу-Насыр мен Абай арасындағы рухани байланыс жайында сөз қозғаған. Әбу-Насыр әл-Фараби өнер саласында да жарқырап көрінген ғалым. Музыка тақырыбы бойынша үлкен зерттеу еңбегін жазған. Музыка зерттеу саласында Фараби әр алуан шығармаларымен қатар музыканың ұлы кітабы атты үлкен еңбек қалдырды. Музыка зерттеу саласындағы еңбектерінде Фараби музыканың адамға емдік қасиетін, жағымды әсерін жан-жақты дәлелдеді. Сондай-ақ оның адамның жан дүниесіне тәрбиелік мәні зор екенін баса айтты. Адамның музыка шығару қабілетін, дарындылығының әр салалы болып келетінін, жан дүниесіне жақсы, жаман әсер ететін қасиеттерін аша келіп, музыкалық түрлерге талдау жасағаны, Фарабидің өзі әрбір музыкалық аспаптарда шебер ойнап, дауыстап ән салу дәрежесі жоғары болғанын дәлелдейді. Мәдениет журналының 2020 жылғы 4 нөмірінде профессор музыка зерттеушісі Пернебек Момынұлының Әбу-Насыр әл-Фарабидің музыкалық мұрасы атты мақаласын оқи аласыздар. Айзатас әдеби көркем қоғамдық саяси журналы облыстық басылым. Қазақ және орыс тілдерінде журнал 2 айда 1 рет шығады. Басылым әдеби шығармалар мен қоғамдық саяси тақырыптардағы сараптамалық мақалаларды, сонымен қатар қылқалам шеберлерінің әсем туындыларын да үзбей жариялайды. Айзатас журналының 2020 жылғы нөмірі 1 санында дәуір данышпаны әл-Фараби 1150 айдары берілген. Ғұлама ғалымның поэзия өнерінің канондары туралы трактатын осы саннан оқи аласыздар. Әбу-Насыр өзіне дейінгі әлем философтарының еңбектерімен жете таныс болып, оларды талдаған, кейінгі ұрпаққа түсіндіруге күш салған және өзі де көптеген философиялық трактаттар жазып қалдырған. Әл-Фарабидің еңбектері бүгінгі күнге дейін маңызын жоғалтқан жоқ. Әл-Фарабидің мемлекет, ел басқару жөніндегі тұжырымдары, әлеуметтік этикалық саяси көзқарастары бүгінгі қоғам үшін де айрықша маңызды.